Мәжілістің пленарлық отырысында депутат Магомер Магомеров қасақана алимент төлемей жүргендердің жалпы қарызы 12,8 миллиард теңгеге жеткендігін айтты. Депутаттың келтірген дерегі рас па? Бірге зерттейік. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Тақырыпты зерттемес бұрын каналға жазыл және лайк бас. Осылай біздің видеоларымызды басқа да көрермендерге таныстыруға ат салысасың. Шынайы және тексерілген деректі бізден оқы. Мәжілісте депутаттың келтірген дерегі мынау. Общая сумма по задолженности злостных неплательщиков алиментов на детей составляет 12 миллиардов 800 миллионов тенге. Депутаттың бұл дерегі шындыққа жақын. Қазақстан Республикасының бас прокуратураға қатысты құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарының дерегіне сай, алимент бойынша жалпы берешек сомасы 18,4 миллиард теңге болса, оның ішінде балаларға төленетін сома 17,9 миллиард теңгеге жеткен. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 130 бабы бойынша ата-ананың кәмелетке толмаған балаларын, соның ішінде еңбекке қабілетсіз балаларын күтіп бағуға сот шешімі бойынша қаражат төлеу жөніндегі міндеттерді 3 айдан астам орындамауы қасақана алимент төлемеуге апарады. Ал алименттен жалтарса, 600 сағатқа дейін мерзімге қоғамдық жұмыстарға тарту, не 2 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеу, не сол мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалады. Егер мақаламен толығырақ танысқыңыз келсе, сипаттамада көрсетілген сілтемеге өтіп, оқи аласыз. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда.